Не болып жатыр мұнда? Серый. Ол енді жоқ. Не деп тұрсың? Қалай сонда жоқ? Біреу оны тырналап өлтіріп тастаған. Қалай сонда өлтіріп тастаған? Біз әшейін Among Us ойнаймыз деп келістік қой. Сонда не айтқың келіп тұр? Менің ойымша, оны біреу әдейі өлтірген. Онда бұл дегеніміз... Дұрыс айтасың. Арамызда сатқын бар. Шындық ашылмағанша, бұл жерден ешкім шықпайды. Шайып кетпеңдерші. Не айтып жатсыңдар? Ол не істейді бізді өлтіріп? Себебі қандай өзі? Мен кете берейінші, рұқсат па? Какана есть, негізі бар емес па? Қызыл дұрыс айтады. Біреуді өлтіргеннен не пайда? Солай емес па? Бәрі вирустың кесірі. Гүлбану, сенікі не бұлдану. Какана есть, шындығына келсен бар емес па? Кез келген вирусқа иммунитет бар ғой аттақ. Көп. Сонда сенің ойынша бұл вирус мына үйде бар ма сонда? Не айтып жатсыңдар? Қысқасын айтқанда, телевизорды қосып қараңдар. Армысыздар, эфирде жаңалықтар. Қазіргі таңда әрбір түкпір жерде белгісіз вирус шойдай шомылып жүр. Ғалымдардың айтуынша, бұл вирус кез келген түске ультракүлгін сәуле арқылы өзінің ықпалын тигізіп, әр адамдарды маниакқа айналдырады екен. Және де бұл вирустың ықпалы тіпті жануарлар мен үй жануарларына да өз зиян тигізеді екен. Ал енді құрметті көрермендер, осындай қиын кезеңдері мен сіздерге үйде оңай жолмен ақша табуға болатын Avalon сайтын ұсынатын боламын. Достар, қалай ақша табуға болады десеңіздер, Avalon сайтына бірінші кіреміз және де инвестировать сейчас деген кнопканы басып, соған өзіңіздің ақшаларыңызды депозитке салатын боласыздар. Мысалы, мен қазір 13.000 рубль салдым, және де осы 13.000 рубль салғаннан кейін ол өзі айналып сіздерге ақша ары қарай түсетін болады. Толыққанды білгілеріңіз келсе, ссылкасы описаниеда болады. Ал ендеше үйден шықпаңыздар, достар. Барлығы түсінікті. Бірақ та вирус қалай анықтауға болады? Мысалы, көздің ұлғаюы, қанның анализі болу керек қой. Негізі серый дәрігер. Ол деген вирустың барлық түрлерін біледі. Бәлкім ол біздің қасымызда болған кезде вирусты анықтайтын да шығар. Бірақ ол қазір біздің қасымызда емес. Айтпақшы, өлікті қай жерден таптыңдар? Сарайда, люктың қасында. Сонда люктың ішінде тығылған болар. Жалпы айтқанда сатқын кім болса да, өзін жақсы біледі. Айтпақшы, Серый қай уақытта мерт болғанын білесіңдер ме? Шатаспасам, 1 сағаттай бұрын. Жай сұрадың ба? Просто мен соңғы рет сарайда болған кезде, сояқтан Жасылды көрдім. Айше ол ас үйдегі люктың қасында тұрды. Қуасың ба, не деп тұрсың? Достар, Жасылдан кішкене алшақ тұрыңдаршы, мүмкін біреумізді тырнап алар. Қойындар, мен емес. Жасыл, сен маған мынаны айтшы. Егер де сен сатқын болмасаң, осы уақытқа шейін қайда болдың? Қайда болдың дейсің ба? Туалетте болдым ал. Осы уақытқа шейін ба? Туалетте болдым деймін, нан ұрсын. Ішім өтіп, ішім ауырды ал, қайтесің? Сенің туалетте болғанды ешкім білмеген бір түрлі екен жоты. Қызылдың түріне қараңдаршы, қызыл алдап тұрған сияқты ғой. Сондықтан мафия қызыл сияқты. Қызыл мафия, точно. Жасыл, кішкене әртүр. Жарайды ал сіздерге сары күдік тудырмай ма? Ол сары серімен жаман қатынаста болды ғой, всегда екеуі төлесші. Немесе қызылшы. Явно өтірік алдап тұр ғой. Және де ол мен көрмеген сияқты даже. Давайте уже дауыс берейік. Мен өз дауысымды Жасылға берем. По-любому сол ғой сатқын. Достар, кішкене сабырлы болып, асықпай ойлана тұрайықшы. Негізінше ақтікі дұрыс. Бізде уақыт бар ғой, не істейміз асығып? Немесе жай ғана оны шығарып жүруге болады. Жасыл, ты кто такой? Давай до свидания. Маған дауыс бермеңдер. Мен өзімше негізі көкке дауыс... Ақбақ, маған дауыс бермеңдер. Дұрыс емес, сендер дұрыс емес. Жоқ, 100% жыбы мен ба сонда? Жарайды онда, фокус көшейін, татырныш, фокус көшейін, қараңдар, мен екі қол қоя. Әлік, мәлік, шәрік. Құмандашым, біз вообще ойынауға келдік қолыңдар. Татырш, айтып олайыншы. Мыналарын қате, білем, ақамын. Анайқы шығарма, далада шығармандаш. Бауырым,
Уайымдамашы. Көріп тұрсың ғой, жасылдың ішінде вирус бар екен. Ол вирус сен өте қауіпті. Егер де оны қазір шығарып тастамасақ, саған зиян тигізеді ертең. Жігіттер, біз осы істі жасауға мәжбүр болдық. Қайтесің енді? Ал енді жинақталайық, шаруалар басын асып жатыр. Жүр, басайық шаруалар. Көк, менші әлі жаңағы зат туралы ойланып тұрмын. Негізі мен басқа келмейтін зат қой. Мен оны тапқан кезде ол уже өліп жатты. Болды, аузын жапшы. Қызыл, болды жетер. Ашуыңды бас. Қазір бізге еш шатасуға болмайды. Дұрыстап, асықпай ойлануымыз керек. Менің дедукцияма сүйенетін болса, арамызда бір сатқын бар. Мен білетін сияқтымын. Кім сатқын екенін. Ол мынау біздің алдымызда тұрған ешек бас. Негізі мен Шерлок Холмстың көп сериалдарын қарадым. Және де дедукцияға сүйенсек, сен сары, жасылды шығарып тастағың келді. Сондықтан да сен сатқын болуы мүмкінсің. Ал жасыл сатқын болмаған. Сондықтан қызыл, сен де сатқын болуы мүмкінсің. Өйткені сен өтірік жасылға жауа жауып жүрдің. Сонда мен ба кінәлі шындықты айтқаным үшін? Мен шынымен де жасылды сарайдан көрдім. А ол сол кезде туалетте болу керек болды. Кішкене бастарыңа ойланыңдар. Достар, давайте барлығын логикалық тұрғыда шешейікші. Менің ойымша, сатқын ақ емес сияқты. Егер де сатқын ақ болған кезде, неге ол өлтіргеннен кейін тығылып қалмайды? Мүмкін, ол жай ғана стратегия шығар. Өзіне күдік тудырмау үшін өтірік қорқып кеткен сияқты болып, барлығын керісінше жасады. Және де тырнағын қараңдаршы. Слишком ұзын. Мана анау по-любому ақ қой бұл актер. Тырнап тастады. Мана көрдім мен. Қолын тырнаған, аяғын, мойнын. Не болды? Көктің аяқ қолын, мойнын тырнап өлтіріп тастады дедің ба? Мойнынан, қолынан тырнаған ескертпедім. Ақ, сен осында отыра тұр. Мен коридордың есігін жауып тастайын. Қызыл, тез артынан қу. Мен емес, мен жай ғана. Жай ғана не? Мен жай ғана мен шығарып тастағанды қаламадым. Егер де мен оны көріп қалғанымды сіздер білсеңіздер, сіздер мен шығарып тастайтын едіңіздер. Сен ол қызыл, сен ол қызыл. Мен қаншама Шерлок Холмстың сериясын көрдім, бірақ та біреуінде де мұндай оқиға болған жоқ. Сонда сатқын кім? Енді не істейміз? Мен өзім түкте түсінбей тұрмын. Ладно, атсаң ата берші, мен болды. Сен ғой, я сатқын. Атсаң ата берші. Вот мен қорықпаймын, маған бәрібір. Өлтірме! Тұра тұр.
жаңалықта айтқан сияқты еді ғой. Вируспен тек қана адамдар ауырмайды. Жануарлар да ауырады ғой. Сонда сатқын